Баршаңызға сәлем. Жер фаунасы біздің күш жүгерімізге қарамастан әлі де бай және алуан түрлі. Біздің қасымызда тұратын тіршілік иелерінің арасында әдемі және сергек, үлкен және өте ұсақ, мейірімді және қауіптілері бар. Планетада кейбір тіршілік иелері бар екеніне сену кейде қиын. Бірақ олар біздің назарымызбен қорғанымызды қажет етеді. Жануарлар әлемінің таңғажайып ерекшеліктерінің бірі көлемінің айырмашылығы. Біз корольдік догте чихуахуада бір түрге жататын жануарлар екендігіне үйреніп алдық. Және салмағы мен мөлшерінің айырмашылығы бізді таң қалдырмайды. Бірақ көптеген тіршілік иелері туралы бізде стереотиптерге негізделген жалған әсер пайда болды. Сондықтан оларды басқа заттармен салыстырғанда біз айқын контрастқа таң қаламыз. Бұл пони немесе құлын емес, бірақ ересек фалабелла жылқысы. Ал мына жылқы әлемдегі ең үлкен ағылшындық шайыр тұқымы. Брепхидиум экселис көбелегінің қанаты тек 1,2 сантиметр. Ал мынау әлемдегі ең кішкентай нағыз жылан. Анттық кондор және ересек қасқыр. Голштейн тұқымының бұқасы, салмағы 1,2 тонна. Сына құйрықты бүркіттің басы мен адамның қолы. Ал мынау ең кішкентай маймыл. Ең кішкентай және үлкен шаян. Голиаф бақа экваторлық Африкада кездеседі. Ніл қолтырауынын тамақтандырып жатқан саяхатшылар. Жер бетіндегі ең үлкен өрмекші құс жегіс голиаф. Дариус досымен бірге әлемдегі ең үлкен қоян. Оның салмағы 22,2 килограммды құрайды. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.